блогымды бастаймын деп шештім. Қазір мен пирамидаға келе жатырмын. Мына пирамидада бүгін медицина университетінде оқитын студенттерге посвящение деп атайды, сол болады. Қызық айтарым, күнім өте қызық басталды. Машина басында тоқтап қалып, онан соң такси алуға тура келді. Күнім сондай басталғанда кішкене біраз қобалжып тұрмын. Себебі не то қызық басталғанына. Бірақ енді жақсы боларына сенемін. Жақ өте қатты ұнайды, себебі левый берегтің рет мешіт, жаңа ғимараттар салынған, сонысымен өте күшті. Ал енді мен жақындап қалдым, қазір өзімнің группаластарымды кездестіремін. Соны кездестіргенде блогымды жалғастырамын. Астана медицина университетінің бірінші курс студенттеріне арналған кеш бейбітшілік және келісім сарайында өткен еді. Мен Астанада тұрсам да осы сарайда ешқашан болмаған едім, сондықтан студенттерге арналған кеш пирамидада өткеніне қатты қуанышты болдым. Медицина ғылымының саласында эскулаппын, тұрамын Олимпия қаласында. Лечение искусства в том, сколь не ищите, не найдете, как мысли в черепе пустом. Ант етемін! Ант етемін! Ант етеміз! Ант етеміз! Ректор 2015-2016 жылғы медицина университетінің бірінші курс студенттеріне студенттік билетке өз қолын қойып, біз официально медицина университетінің студенттері атандық. Одан соң концерттік кеш басталды. Just words. Don't believe it, just words. Don't believe it, just words. Don't believe it, just words. Up, down, fuck you up. Up, down, fuck you up. Up, down, fuck you up. Just words. Don't believe it, just words. Осындай патриоттық әнменен кешімізде өз мәресіне жеткен еді. Гиппократ антын қабылдау ертеректен келе жатқан традициялардың бірі болатын, сондықтан барлық студенттерге тілерім тек қана сәттілік, студенттік өміріміз қызыққа толы болғай. Достар, барлығы бітті. Қазір мен үйге бара жатырмын. Артында барлық студенттер кетіп бара жатыр. Шын айтайын, маған ұнады. Ректор барлық деканаттар сөйлеп, тілектерін айтты. Қазір мен мешіттің қасында өтіп бара жатырмын. Әртістер де өлең айтты, студенттер. Ақ халатпен барлығы калпактармен өте әдемі болып тұрды. Жарасымды, барлығына жарасады екен.